Барселона қалай құрылды және де оны кім құрды? Барселона клубы 1899 жылы 29 қарашада швейцариялық кішігірім бизнесмен Жуан Гампердің бастамасымен құрылды. Жуан Гампер өзінің туып өскен Швейцария елін тастап, Барселона клубы үшін Каталонияға келіп көшті. Алғашында Барселона клубы жай ғана әуесқой клуб болатын, яғни айтқанда құрылысшылар, жұмысшылар ойнайтын клуб. Алайда Каталония жұртшылығының футболға деген махаббаты ояна бастады. Солай стадионға адамдар көптеп жиналып, Барселона клубы белсенді дами бастады. 1900 жылдардың басында Барселона өзінің алғашқы ішкі жеңістеріне жете бастады. Бұл кезеңдері Жуан Гампердің бастамасымен Барселона, Каталония кубогы және де Испания кубогы сияқты турнирлерде көптеген жетістіктерге жетті. Ал араға ұзақ жылдар салып 1929 жылы Барселона Испанияның ең жоғарғы лигасы Ла Лигаға жолдама алды. Ал Барселонаның аты әлемге жайылып, өте керемет танымалдылыққа ие бола бастады. Және де соған сай жақсы трансферлер жасап, жақсы жетістіктерге жете бастады.